Қайырлы күн, эфирде MU News. Аптаның айшықты оқиғаларын сіздермен бөлісетін мен Бинур Серікқызы. Алдымен университетіміздің басты жаңалықтарына аңдатпа. Марғұлан университеттің қолөнер шеберлері ертіс телеарнасының жаңа күн бағдарламасына қатысты. Педагогика ғылымдарының магистрі Арай Рахымжанова студенттерге психологиялық тренинг өткізді. Бейсенбі күні Марғұлан университеті студенттері арасында студенттік бал кеші өтті. Марғұлан университетінің қолөнер шеберлері аптаның алғашқы жұмыс күнін аймақтың басты арнасында бастады. Дүйсенбі күні көркем еңбек, графика және жобалау білім беру бағдарламасының студенттері облыстық ертіс телеарнасының жаңа күн бағдарламасына қатысты. Сонымен қатар халық радиосының жастар хабарына қатысып, журналистердің сұрағына жауап берді. Телеарнаның таңғы бағдарламасына жас қолөнер шеберлері Самалхан Мұрат, Камила Әбілова, Аяла Әжімхан және халықаралық шабыт байқауының жүлдегері Амина Нығманова сынды студенттер шақырылды. Марғұлан университеті педагогика жоғары мектебінің оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Арай Рахымжанова студенттерге өз-өзіңді жан-жақты танып біл тақырыбында психологиялық тренинг өткізді. Тренингке жоғары оқу орнының 1-2 курс студенттері қатысты. Тренинг командадағы ынтымақтастық, сыни ойлау, креативті ойлау, шешімдер қабылдау, мақсат қою, уақытты басқару, қажеттіліктерді анықтау, командаларды қалыптастыру тақырыбында өтті. Бейсенбі күні Марғұлан университеті студенттері арасында студенттік бал кеші өтті. Көңілді кешті жастар ісі жөніндегі комитеттің студенттері ұйымдастырды. Сайысқа 6 жұп қатысып бақтарын сынады. Қатысушылар бірінші кезеңде өздерін таныстырса, екінші кезеңде әдемі киім үлгілерін көрсетті. Ал үшінші бөлім әртүрлі ойын сайыстарына арналды. Өнерпаздар талғампаз жұп, үздік жұп, креативті жұп номинациялары бойынша марапатталды. Бұл аптаны осылай қорытындыладық. Сіздермен бөлісетін жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Келесі кездескенше MU Newspен бірге болыңыздар.